Кеш жарық аға. Иә. Алдынан бері сіздің сұхбатыңызды естіп, жақсы жаңалықтарға, ақпараттарға қанық қалған оқырмандар тағы да сол сізден сұхбат күтеді. Өздерінің көптеген сұрақтары бар. Иә. Одан кейін енді әрқайсысында осы болашақтағы жердің тағдыры, елдің тағдыры, жер үй қалай болады, алтын сат қалай болады деген әртүрлі сұрақтардан. Сосын сіздің жеке өміріңіз туралы, сол қызығушылығы өте күшті. Сол туралы өзің айтуға тиіспін, айтуға болады деген ақпараттармен бөліссеңіз. Енді көп сұрақтар келді. Бірінші пайғамбар туралы. Мен пайғамбар емеспін. Оның пайғамбардың бірінші дәлелі ол туған жерден қашу керек. Бәр пайғамбарлар қашты. Ибрахим қашты Мысырға, Жақып қашты Мысырға, Мұса Мысырдан Палестинаға қашты, Иса қашты Мысырға, Заратустра қашты Иранға. Ақырғы пайғамбар да қашты, Меккадан Мединаға қашты. Мен отырмын туған жерімде, мен ешкім қуып жатқан жоқ. Халық мені қабылдайды, халық мені сүйеді, халық мені ешқандай қууға тырыспайды. Сонда аға, ғарыш құрылысшысы мен пайғамбардың айырмашылығы? Үлкен. Ғарыш құрылысшысы пайғамбар ол дін әкеледі. Ал ғарыш құрылысшысы ол цивилизация әкеледі. Цивилизацияны. Өзгертеді, иә? Өзгертеді, өмірді өзгертеді. Ал енді жаңа цивилизация пайда болғаны қазір біздің елімізде ол жер дүниені бәрі де біледі. Біздің президентіміз қанша Синьцзепинмен кездессе, Синьцзепин оның әдеті жоқ. Қытайда бір рет айтса, олар қайтпайды одан. Қайта ант береді. Қытай қазақ елінің толық болуына, бостандық болуына гарант болады. Қайтадан қайта айтайды. Оның себебі не? Ол өзін көрсетеді, біз жаңа цивилизацияға қарсы емеспіз. Бір цивилизацияға керек болса, біз жәрдем көрсетеміз, көмек көрсетеміз. Сонда Қытайдың 3/2 жарамсыз жерлер. Шөл дала Гоби, Алашан, Тақламақан, Тибет, Тасөңкей, 5000 неде тұрғандар. Сонда олар көшелерге өте жарамды жерлер, Қытайға бармаса да. Екіншіден, Мәди дейді. Оны үлкен қателес. Мәди ол шииттардың пірі, күтетіні. Сонда қазір Пакистанда бір Мәди пайда болды дегені, олардың талай мәдилері болды. Сонда сондай шарт қойды. Мәди су бетімен келеді, жаяу. Соның дәлелі. Су бетімен келу болмаса, ол Мәди емес. Мәди әлі келген жоқ. Мен ғарыш құрылысшысымын. Мен өзімнің 2 шартымды орындадым. Ұстаздың берген елді босаттым. Жаңа цивилизацияның бірінші баспалдағын құрып қойдым. Оған не қалды? Қалдырам. Оқулықтар. Ақсарбас, Тәңір жауынгері. Енді шәкірт екеуміз ұстазбен шәкірт сұхбаты деген кітап. Ода үлкен не болады, сұраныс оған. Онымен де шаршамай жұмыс істеп, телефонмен сөйлесіп, дүзетіп, сөйтіп, енді Жәнібек енді бір макетін дайындап, өзі кітапқа жол беруге болатын уақыт келді. Сол себептен қазіргі біздің еліміздің тұрмысы бір жаққа, біреу исламға кеткен. Енді ол қанша болса да цивилизацияны жылдайтын аз адамдар. Исаның 12 жектасы болды. Иса пайғамбардың ансарлары оннан асқан жоқ. Бірақ олардың қалған цивилизациясы мінеке қазір, міне тұр. Содан біздің де жаңа цивилизациясы, оның болашағы биік. Оған қарсы тұратын жер дүниеде күш жоқ қазір. Оны қазір біздің елімізде жүрген сұмырайлар, ислам деп өзін атайтын, олар мұсылмандар емес. Олар бәрі де елін қалтатын қағатын бір нелер, бизнесмендер, иә.
білімдері жоқ. Анау қайта анау шықты бір шал, Али деген сұрақ қойып. Сонда қайтадан жаңа жала. Миллиондаған ақша төгіп жатыр. Иә, тәңірлік несіне. Қайдан ақша? Оның бәрі де дәлел. Оны шетелден әлі қандай ақша келсе, ол тіркеуге келеді. Ешкімде де біздің жақтастарымда біреусі шетелде шөт жоқ. Көбісінің сберкассада шөт жоқ. Жалақымен өмір сүреді. Кредиттері болмаса. Сөйтіп, ол исламның шартын бұзады. Жала жабу. Үлкен қонақарлық. Ол мұсылман болса, оны тілмейтін еді оған. Жарайды енді олар Құдай кешіреді. Біздің енді қазір өміріміз. Бәріміз енді бір топ боп, бір мақсатқа өзіміздің бәр сезімді, ойларымызды, жүректерімізді салып, сөйтіп қозғалу керек. Енді мен Жәнібектің арқасында, енді мен жалғыз емеспін. Мен сендермен енді бірдемін, біргемін. Арқасында мынандай аппарат маған Жәнібек берді маған. Меруерт қызыңыздың сыйлығы. Иә, вот. Осы сыйлықтың арқасында енді мен бәрі сендердің ойларыңда менің қолымда болады бәрі. Аға, мына сіздің әңгімедегі ана планетаның ару иесі деген әңгімеде, сонда многофункциональный планшет. Иә. Соның бірісі. Соның жаңағы физикалық дүниедегі сыңары ғой, иә? Сыңары, иә. Жақсы планета туралы айттың анау.